Ассалаумағалейкум, аса құрметті қазақ елі. Бүгін қазір мен сіздерге оқиын деп тұрған өлеңнің тақырыбы қыздың көз жасы жібермейді деп аталады. Еркек зұлым арам болса шаналар, әлсіз қызды алдап арбап таналар. Істегенді қатырады төсекте, кесірінен жалғыз қалды аналар. Тура сөйлеп ар-ұяттан аттайын, арам ойдың сылтауына аттайын. Қыз кезінде жаным дейді өтірік, болғаннан соң шүперек қой заттайын. Жалғыз басты ана жүр ғой қақсамай, ауыр жүгін көтерсе де ақсамай. Жалғыз бала жетегіне ерген соң, ақшаштарға толды енді ақсамай. Ей, кейбір ер, бүлдірсең де қалсаңшы, сүйсеңге келін етіп алсаңшы. Қыздың жасы жібермейді ал ертең, көз жасымен мүгедек боп қалсаңшы. Бүлдірсең сен мойыныңмен тік көтер, сүйгеніңде саған сеніп тік өтер. Қыздың жасы жібермейді сыйласаң, тесік болмас аралықта жік өтер. Некесіз боп қалмасыншы балалар, жетімдерге толмасыншы қалалар. Суицидке ерік берген ананың мәйітіне толмасыншы далалар. Рахмет.